Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода бауырсақты ерекше тәсілмен пісіретін боламын. Яғни бауырсақты сұйық қамырда пісіретін боламыз. Дәл видеодағыдай. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка батырмасын басып кетіңіздер. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Және оған 2 қасық қант салатын боламыз. Және 1 қасық тұз. Дрожь салатын боламыз. Араластырып аламыз. Жылы суымызды құйып, електен ұнымызды өткіземіз. Араластырып аламыз. Түйіршіктер қалмау керек. Мен 2-ге бөліп ұнды салдым. Тағы да електен ұнымызды өткіземіз. Және жақсылап тағы 1 рет араластырып аламыз. Бес-10 минутқа қойып қоямыз. Май мен ожауды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майда ожауға қамырымызды салып, бауырсақтарымызды пісіреміз. Егер үйіңізде ұныңыз аз болса, дәл осындай қылдырып пісіруге болады. Сұйық қамырмен бауырсақ. Өте жақсы дәмді болып шығады. Осымен біздің бауырсақтарымыз толықтай пісті. Міне ішін ашып көрсетейін. Қамыры толықтай пісті. Жасап көріңіздер, ас болсын.